Жетісай ауданында әлеуметтік қолдау жүйесін цифрландыруға арналған ауқымды оқыту семинар өтті. Шараның негізгі мақсаты азаматтарға көрсетілетін мемлекеттік қолдау қызметтерін заманауи цифрлық форматқа көшіру арқылы олардың тиімділігі мен қолжетімділігін арттыру. Семинар жұмысына Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі жанынан құрылған отбасын қолдау орталығының қызметін жетілдіру жөніндегі жобалық кеңесінің басшысы Фарида Сағындық жетекшілік еткен жобалық топ мүшелері қатысты. Оқыту семинарына Жетісай аудандық полиция бөлімінің, аудандық орталық ауруханалары мен емханалардың, білім беру ұйымдарының өкілдері, әлеуметтік педагогтар, ауылдық округ әкімдері мен аудандық отбасын қолдау орталығы мамандары қатысты. Семинар барысында Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің бастамасымен енгізілген автоматтандырылған ақпараттық жүйе туралы кең көлемде ақпарат берілді. Бұл платформалар әлеуметтік қолдау шараларын көрсету барысында процесстерді толықтай автоматтандыруға, мемлекеттік органдар мен мекемелер арасындағы ақпарат алмасуды жеделдетуге және тиімдірек етуге бағытталған. FSM Social қосымшасын барлықтарыңыз жүктедік. Енді барлықтарыңызда Signal Plus деген жазу шықты, оны көрдіңіздер, иә, барлықтарыңыз. Енді осы жерде төменгі жақта оң жағында плюс деген таңбамен көрсетілген кнопка. Оны басамыз. Плюс деген кнопканы басасыздар. Үстіде заголовок деген шығады. Көріп тұрсыздар ғой барлықтарыңыз заголовок. Яғни біз қазір тест түрінде біз отбасын қолдау орталығына сигнал жібереміз. Төменде скрепканың белгісіне басамыз үстінен. Сосын камера деген бар. Камера деп шығу керек. Камераны басып, сахнаны міне шартты түрде біз суретке түсіреміз. Цифрлық жүйелердің артықшылықтары ретінде адами фактордың ықпалын азайту, шешім қабылдаудағы дәлдікті арттыру, мамандардың жұмыс жүктемесін жеңілдету және қызмет алушылардың мемлекеттік қолдау шараларына қолжетімділігін арттыру атап өтілді. Клара Шербайқызы, Ғани Оралбайұлы, ақпарат Жетісай ауданынан.